Қайырлы таң, сіздермен мен Габдинурова Гүлнафис. Бүгінгі көрсететініміз бұл қол алқасы білезік. Қарап отырсаңыздар, бұл білезіктің ерекшелігі бұл шынжыр пайдаланған және де әртүрлі тастар. Бізге керекті заттарымыз бұл трос және де қысқыштың екі түрі. Қиятын және де бекітетін. Үйіңізде жатқан кез келген моншақтар, түсі бір-біріне келетін болса, тіпті жақсы. Бүгінгі жасайтыным бұл міне жасыл білезік, қарап отырғаныңыздай. Ең алдымен біз тросты алып өлшейміз, қаншалықты керек екендігін. Кейін қиямыз. Мінекей шынжырмен және де бекітіліп тұрған жүзіктешіне өткізіп тросты бүктейміз. Өстіп бүктігінен кейін жүзік сынды темірді өткіземіз. Қарап отырғаныңыздай, осы білезіктің түсіне тектес жасыл моншақтарды теремін. Бұны кез келген моншақтарды тере беруіңізге болады, өйткені түсінің арқасында бір-бірімен келісіп тұра береді. Мінекей, бұл міне қарап тұрсаңыз, кішкентай моншақтарды дізіп отырмын. Өткізген моншақтарымыздың арқасында міне бүктелген тросты жауып қоямыз. Білінбейді қалады. Ары қарай мінекей қарап тұрсаңыз, мен мұнда үлкен моншақ алып кіргіземін. Және де моншақтардан басқа табиғи тастар және де металл тәріздес моншақтарды да пайдалануыңызға болады. Осылайша міне әдемі білезігіміз қол алқасы шықты.